Экологияны сақтап қалу үшін билік ұсынған батыл бастаманы алматылықтар қызу талқылап жатыр. Әкімдік ескі көліктердің орталыққа кіруін шектеуді ұсынған. Экологиялық классы Евро 5-тен төмен машиналар қалаға кірсе, ақы алынуы мүмкін. Ал жиналған қаржыға шенеуніктер ескі көліктерді сатып алып, иелерін жаңасын алуға ынталандырмақ. Әзірге тек сөз жүзінде талқыланып отырған жобаны алматылықтардың бәрі бірдей қолдап отырған жоқ. Тілшіміз толықтырсын. Алматы көшелерімен күн сайын жарты миллионнан астам көлік қатынайды. Ресми тіркелгені 700 мыңнан көп. Тағы сонша темір тұлпар мегаполиске жақын облыстардан кіріп шығады. Бұл Алматыда тәулігіне 1,5 миллионға жоқ көлік жүреді деген сөз. Мамандардың есебі бойынша бір жылда қала ауасына 200 мың тоннадан астам зиянды заттар айды. Оның жартысы автокөліктен шығып жатыр. Биыл билік жағдайды түбегейлі өзгерпек, яғни орталыққа ескі машиналардың кіруін шектеу ойы бар. Егер бастама қолдау тапса, 2010 жылға дейін Америкада шығарылған, 2013 жылға дейін Корея мен Жапонияда шығарылған көлікпен орталыққа кіру ақылы болады. Пилоттық жоба тегін жүзеге асады, яғни тариф 0 болады. Кіруге шектеу жоқ. Біз оны бір қатар магистральды көшеде ғана сынаймыз. Бизнес пен халыққа қандай салмақ түсетінін қараймыз. Жоба нәтижесі шыққан соң, келесі жылдан бастап жекелеген аймақты ақылы ету жоспарда бар. Қазіргі таңда қаладағы автокөліктерді, автобустарды, яғни дизельдік көліктен тек қана газды немесе электрмен қолданылатын автобустарға ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жылдың соңына дейін толығымен 100%-ға дейін экологиялық таза автобустарға ауысады деген жоспар болып отыр. Алматылықтардың бұл бастамаға көзқарасы әртүрлі. Бірі экология үшін қолдаса, екіншісі жаңа көлікке шамасы жетпейтінін айтады. Жаңа машина алып берсе, жүреміз ғой. 50 мыңға бермейміз ғой. Қанша ақша салып бұл машинаны. Нан тауып жүріп бұл машинамен келіспеймін. Сыртқа ескі машинелерге бір стоянка жасап берсе, содан кейін метро қойса, автобустар жөндеп берсе, условия жасаса, ол енді қаланың ішін тазалық енді дұрыс қой негізінде. Енді бұл жерде енді бәрі қарапайым адам, бәрі ескі машинамен бергенде жаңа машинаға ешқайсы қол жеткізе алмайды ғой. Бірінші условия керек қой ол үшін. Қарсымыз ғой. Енді 90-95% осы ескі машина ғой бар қазір. Ол жаңа машина алатын біздің жағдайымыз жоқ. Бізге бір жаңа машина алып берсін, пожалуйста. Қарын тоқ адамдардың әңгімесі де ол ана жерде отырып алып, астында жаңа машина. Орталыққа ескі көлік енгізуді шектеуден Алматы алғашқы қала емес. Лондон, Бейжің, Париж және Токио сияқты әлемнің ірі шаһарында ақылы аймақ бұрыннан бар. Бірақ біз мұндай өзгеріске дайынбыз ба? Алматы әлемдегі ең лас қалалардың қатарына кіреді. Мұндай кезде батыл шара қолдану керек. Классы сәйкес келмейтін немесе түтіндететін көліктердің орталыққа кіруін шектеу дұрыс шешім деп есептеймін. Сарапшылар сондай-ақ жоба толық ашық болуы қажет дейді. Нельзя рубить вот прям. Асығыс шешім қабылдауға болмайды. Барлығы ақылмен іске асуы керек. Жиналған қаржы әкімдіктің сайтында 90 сайын жарияланып, қайда жұмсалғаны айқын көрсетілуі тиіс. Ол қаражат тек электромобиль сатып алуға, электр құю станцияларын дамытуға, жасыл аймақты көбейтуге бағытталсын. Алматыда көлік азайса не болатын қала тұрғындары пандемия кезінде көрді. Ауа әп-сәтте тазарып, қала аспаны ашыла түскен, бірақ ол кез мәжбүрлі шара болатын. Ал қазір халықтың сұрағы көп. Бұл қадам азаматтардың құқығын шектемей ме? Қоғамдық көлік бұған дайын ба? Евро 5 класты машиналар шынымен қауіпсіз бе? Бұның бәрін кеңінен талқылап барып, дұрыс шешім қабылдаған жөн. Гүлвира Сейтен, Альбина Өнербаева, Медет Исапанов, 7-ші арна, Алматы.